Өнеркәсіптік электроника 4-ші дәріс. Тақырыбы: қатты денелердің аймақтық теориясы, заряд тасымалдаушылардың концентрациясы. Дәрістің мақсаты: қатты денелердің аймақтық теориясының физикалық негіздерін түсіндіру және заряд тасымалдаушылардың концентрациясын сипаттайтын негізгі ұғымдармен танысу. Лекция барысында кристалдық құрылымдағы электрондардың кванттық механикалық қозғалысы, энергетикалық аймақтардың валенттілік, тыйым салынған және өткізгіш аймақтың пайда болу механизмі және шал өткізгіштер мен өткізгіштердің электрлік қасиетін анықтайтын факторлар қарастырылады. Сонымен қатар, заряд тасымалдаушылардың концентрациясын есептеу әдістері, Ферми деңгейінің рөлі және температурадағы тәуелділік зерттеледі. Кіріспе: қатты денелер физикасында материалдардың электрлік, оптикалық және жылу қасиеттерін түсіндіру үшін аймақ теориясы қолданылады. Бұл теория кристалдық тордағы электрондардың кванттық механикалық қозғалысын сипаттайды және өткізгіш, шалы өткізгіш және диэлектриктер арасындағы айырмашылықтарды түсіндіруге мүмкіндік береді. Қатты денелердің көпшілігі кристалдық құрылымға ие, яғни олардың атомдары кеңістікте қатаң тәртіппен периодты түрде орналасқан. Әрбір атом өз электрондарын иеленіп, көрші атомдармен өзара әрекеттесе отырып, кристалдық тордың бөлігіне айналады. Атомдар арасында осындай өзара әсер электрондардың энергетикалық деңгейлеріне тікелей әсер етеді. Жеке атомда электрондар нақты дискретті энергетикалық деңгейде орналасады. Бірақ миллиардтаған атомдардан құралған қатты деңгейде бұл деңгейлер бір-бірімен қабаттасып, кең энергетикалық жолақтар немесе энергетикалық аймақтар түседі. Қатты денелердің аймақтық теориясы. Қатты денелердің аймақтық теориясы қатты денедегі электрондардың энергетикалық күйлерін түсіндіруге арналған кванттық механикалық теория. Бұл теория әсіресе металдар, жартылай өткізгіштер және диэлектриктердің электрик және оптикалық қасиетін түсіндіруге маңызды рөл атқарады. Негізгі идеясы: көп атомды кристалдық торда, яғни қатты денеде атомдар өте тығыз орналасқан. Әр атомның электрондары бір-бірімен әрекеттесіп, жеке атомдық энергетикалық деңгейлері бірігіп, энергетикалық зонаға айналады. Температура мен қоспалардың әсері. Температура артқанда жартылай өткізгіштерде валенттілік зонадағы электрондар өткізгіш зонаға өтіп, өткізгіш артады. Қоспалар қосқанда донор немесе акцепторлар жартылай өткізгіштердің зоналық құрылымы өзгереді. N типті және P типті жартылай өткізгіштер пайда болады. Энергетикалық аймақтар теориясының негіздері. Энергетикалық аймақтар теориясы қатты денедегі электрондардың мінез құлқын кванттық механикалық тұрғыда сипаттайтын ілгері теория. Бұл теория кристалдық торда электрондардың қандай энергетикалық деңгейлерде бола алатынын және олардың электр тоғын тасымалдауға қалай қатысатынын түсінуге мүмкіндік береді. Потенциалдық өріс және электрондардың қозғалысы. Кристалдық қатты денеде атомдар кеңістікте периодты түрде орналасады. Осы атомдармен байланысқан электрондар да сол периодты құрылыммен өзара әрекеттесіп, периодты потенциалдар өрісінде қозғалады. Бұл жағдайда электронның кванттық қозғалысы бір өлшемді Шрёдингер теңдеуімен сипатталады. Бұндағы H Гамильтон операторы жүйенің толық энергиясын сипаттайды. Пси электрондардың толқындық функциясы мүмкін болатын координаттадағы болу ықтималдығын сипаттайды. E электрондардың энергиясы. R электрондардың кеңістіктегі орны. Периодты потенциалдар өрісі V шартын қанағаттандырады. Бұндағы R кристалдық тордың кез келген векторы. Аймақтық теорияның негізі. Кристалдағы атомдар периодты тор түзеді. Электрондардың потенциалдары периодты. Бұндай ортада электрондардың толқындық функциялары блок теориясына бағынады. Бұндағы N аймақ индексі, К толқын векторы. Энергетикалық аймақтың пайда болуы.
бір атомда электрондар белгілі бір энергия деңгейінде орналасады, ал қатты дене көптеген атомдардан құралғанда олардың энергия деңгейлері өзара әсерлесіп, өте тығыз орналасқан энергия аймақтарын құрайды. Энергетикалық аймақтар теориясының негізі блок теориясы. Кристалдық қатты денедегі электронның қозғалысын сипаттау үшін блок теоремасы қолданылады. Ол теоремаға сәйкес периодты потенциалдар өрісінде электрондардың толқындық функциясы келесі түрде жазылады. У, Н, К тордың периодына сәйкес келетін функция, К толқындық вектор, электрондардың кристалдағы квазиминимумына сәйкес келеді. Н энергетикалық аймақтың нөмірі, мысалы валенттілік аймақ, өткізгіш аймақ. Бұл формада блок функциясы деп аталады, және ол электрондардың периодында ортада бос электрондар сияқты емес, бірақ толқындық қасиеттермен сақтай отырып қозғала алатынын көрсетеді. Энергетикалық аймақ теориясының негіздерінде тыйым салынған аймақ және өткізгіш аймақ. Тыйым салынған аймақ және өткізгіш аймақ Шредингер теңдеуінің шешімдері нәтижесінде электрондар белгілі бір энергетикалық аймақтарда ғана бола алады. Электронның кез келген энергиясы мәні мүмкін емес. Бұл энергетикалық құрылым келесі бейнеде сипатталған. Валенттілік аймақ. Валенттілік аймақ толтырылған энергетикалық деңгейдің жиыны. Бұл аймақтағы электрондар атом ядросына жақын, көбіне химиялық байланыста қатысады. Электр тоғын тасымалдауға қабілетті емес, себебі барлық деңгейлер толық толтырылған. Келесі өткізгіштік аймақ. Электрондардың еркін қозғалуына мүмкіндік беретін бос немесе жартылай толтырылған энергетикалық деңгейлер. Осы аймаққа өткен электрондар электр тоғын тасымалдай алады. Бұл аймақ валенттілік аймақтың үстінде орналасқан. Келесі тыйым салынған аймақ. Энергетикалық деңгейлері болмайтын аймақ. Электрон бұл аймақта бола алмайды. Оның ені EG деп белгіленеді және материалдың қасиетіне тікелей әсер етеді. Бұндағы EG тыйым салынған аймақтың ені, ES өткізгіш аймақтың төменгі шекарасы, EV валенттілік аймақтың жоғарғы шекарасы. Қатты денелердің түрлері. Энергетикалық аймақтың еніне байланысты қатты денелер үш топқа бөлінеді. Өткізгіш материалдар, жартылай өткізгіштер, диэлектриктер. Өткізгіштер тыйым салынған аймақтың еніне 0 немесе аймақтар қабаттасқан. Жартылай өткізгіштер тыйым салынған аймақтың ені 0,1-ден 3 валентке. Диэлектриктер тыйым салынған аймақтың ені 3-тен төмен. Өткізгіштің материалы купрум, алюминий, жартылай өткізгіш силициум, германий, диэлектриктер натрий хлорид, силициум O2. Материал түріне байланысты енің мәні. Үш топқа бөлеміз: өткізгіштер, шала өткізгіштер, диэлектриктер. Сипаттамасы. Өткізгіштер валенттілік және өткізгіш аймақтар қабаттасады. Шала өткізгіште аз ғана энергия мен электрондарды қозғауға болады. Диэлектрикте электронды қоздыру үшін өте көп энергия қажет. Заряд тасымалдаушылардың концентрациясы. Заряд тасымалдаушылар. Жартылай өткізгіштерде тоқ тасымалдаушылар екі түрі болады. Электрондар өткізгіш аймағына еркін заряд тасымалдаушылар. Тесіктер валенттілік аймақтан электрон кеткенде пайда болатын оң зарядталған бос орындар. Электрондар теріс зарядты, ал тесіктер оң зарядты тасымалдаушылар рөлін атқарады. Тасымалдаушылар, заряд тасымалдаушылардың концентрациясы. Кристалдық қатты денеде, әсіресе шала өткізгіштерде тоқ электр өрісі арқылы тасымалдайтын негізгі элементтер, электрондар және кемтіктер. Бұл мөлшердегі жалпы заряд тасымалдаушылар деп атаймыз. Олардың концентрациясы, яғни көлемі бірігіндегі саны материалдың өткізгіштік қасиетін анықтайды. Заряд тасымалдаушылар концентрациясы температураға, қоспалар мөлшері және тыйым салынған аймақтың еніне тәуелді.
Заряд тасымалдаушылардың концентрациясы жартылай өткізгіштер мен басқа қатты денедегі электр тоғын тасымалдайтын еркін электрондар мен кемтіктер саны. Бұл концентрация материалдардың электрлік қасиетін анықтайды. Негізгі ұғымдар: электрондар өткізгіш зонадағы теріс заряд тасымалдаушылар, кемтіктер валенттілік зонада бос орнында қалған электрондардың орны, олар оң заряд тасымалдаушылар ретінде қарастырылады. Жалпы заряд тасымалдаушылардың концентрациясы өткізгіштік зонадағы электрондар концентрациясы N және валенттілік зонадағы кемтіктер концентрациясы P. Заряд тасымалдаушылардың концентрациясы. Тасымалдаушылардың концентрациясы 1 сантиметр куб немесе 1 метр куб көлеміндегі еркін заряд тасымалдаушылардың саны. Интрусивті жартылай өткізгіш үшін N тең P-ға, P тең NI-ға. Бұндағы I меншікті заряд тасымалдаушылар концентрациясы, NSNV өткізгіш және валенттілік аймақтағы күй тығыздықтары, EG тыйым салынған аймақтың ені, К Больцман тұрақтысы, Т температура абсолютті. Мысалы, силициум үшін тыйым салынған аймақтың ені 1,12 валент болғанда, температура 300 кезінде меншікті заряд тасымалдаушылардың концентрациясы 1,5 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі сантиметр минус 3 дәрежесіне. N типті жартылай өткізгіште N типінде негізгі тасымалдаушылар электрондар, ал тесіктер қосымша. Электрон концентрациясы N тең болады ND-ға. Бұндағы ND донорлық концентрация. Тесіктер концентрациясы P тең болады PI-дің квадраты бөлінген N. P типті жартылай өткізгіште P типінде негізгі тасымалдаушылар тесіктер, ал электрондар қосымша. P тең болады NA-ға, N тең болады NI квадрат бөлінген P-ға. Бұндағы NA акцепторлар концентрациясы. Температураның әсері. Температура артқан сайын байланыстар үзіледі, еркін электрондар мен тесіктер саны өседі, өткізгіш жоғарылайды. Бірақ қоспалы жартылай өткізгіштерде жоғары температурада меншікті өткізгіш басым бола бастайды. Графикалық бейнелеу. Энергетикалық аймақтың диаграммында валенттілік аймақ төменде, өткізгіш аймақ жоғарыда, тыйым салынған аймақ қашықтықта орналасады. Таза жартылай өткізгіште Ферми деңгейі ортасында, N типінде өткізгіш аймаққа жақын, P типінде валенттілік аймаққа жақын орналасады. Жартылай өткізгіштер және олардың қасиеттері. Жартылай өткізгіштердің өткізгіш температураға, жарыққа және қоспаға тәуелді. Таза жартылай өткізгіш силициум және германий таза күйде, онда электрондар мен тесіктер тең мөлшерде болады. Қоспалы жартылай өткізгіштер N типті донорлық қоспаға қосылған, мысалы фосфор, силициум ішінде. P типті акцепторлық қоспалар қосылған, мысалы бор, силициум ішінде. Қорытынды. Қатты денелердің аймақтық теориясы заманауи материалдану және электрониканың негізін құрайтын іргелі ғылым. Бұл теорияның көмегімен біз кристалдық тордағы электрондардың қозғалысын, олардың энергия деңгейін және осы деңгейлердің периодтық құрылымдағы өзгерісін түсіне аламыз. Шрёдингер теңдеуі мен блок теориясы кристалындағы электрон күйінің кеңістік және энергетикалық сипаттамасын анықтауға мүмкіндік береді. Энергетикалық аймақ пен тыйым салынған зоналар ұғымы арқылы материалдардың өткізгіш қасиеттері, өткізгіш, шалы өткізгіш және диэлектрик бөлінуі физикалық негізді ашады. Валенттілік және өткізгіштік аймақтар, сондай-ақ олардың арасындағы тыйым салынған аймақ электрондардың жылу және сыртқы өріс әсерінен қалай қозғалатынын анықтайды. Заряд тасымалдаушылардың концентрациясын анықтау арқылы біз нақты температурада немесе қоспалар болған жағдайда шалы өткізгіштің өткізгіштігін есептей аламыз. Бұл шалы өткізгіш құрылғылардың диод, транзистор, күн панельдері, сенсор жұмысын жобалау мен талдаудың маңызды элементтері. Жалпы алғанда аймақтық теория электрондық құрылымдар мен құрылғылардың жұмыс істеу механизмін тереңірек түсінуге жол ашады. Бұл білім заманауи нанотехнология,
кванттық электроника және энергия үнемдеу салаларында кеңінен қолданылады.